Достар, міне бүгін 8 шілде 2026 жыл кезекті контейнеріміз ашылып жатыр. Алғаш ашылған бетте IG Grandeur, Hyundai Sonata автокөлік көрінді, және арт жағында BMW F30 біздің автокөлік, және Hyundai Palisade біздің автокөліктеріміз бар. Контейнер номері 4125, бізбен бірге болыңыздар. Достар, мына жерде тұрған екі автокөлікті шығарып тастадық. Енді нағыз біздің екі автокөлігіміз BMW F30 Қарағанды қаласынан, және Hyundai Palisade автокөлігі. Жаңа кузов емес, осының алдындағы кузовтағы Palisade, осы екеуін түсіретін боламыз. Так, Palisade'ның бағасын әзірге білмеймін. F30'ның бағасы 11 миллион теңгеге Алматыға дейін келіп жетті. Неге қымбат, анау-мынау деп жатсаңыз, полный, родной, ештеңесі ауыспаған, және пробегі бар болған 37 километр. Қарағанды қаласынан Данил бауырымыз тапсырыс берді. Осы көлікті шығарамыз қазір. Бірінші осы шығады, одан кейін Palisade автокөлігін түсіретін боламыз. Осыдан кейін екінші контейнер ашылады, 42-48 номерлі. Бұл жерде де тағы екі автокөлігіміз бар. Жалпы күн қиын болып жатыр, шыны керек. Бұл жерде постоянно жүретін Қарада Тілеулес дейтін ағамыз отпускаға шығып кеткен екен, содан осындай үлкен ағамыз келді. Бұл кісі көлік түсіруге кішкене былайша айтқанда опыт аздау екен, бірақ көлікті түсіріп жүр осылай. Сонымен созылып жатыр. Қара жетіспеушілігі бар, басқа жерде тағы жүктер түсіру керек, анау-мынау, сонымен уақытымыз созылып кетті. Қазір сағат жоқ екен ғой. Сағатымыз 1-ден асты, әбет уақыт болу керек, бірақ Абзал ағамыз бар, Тілеулес ағамыз бар, Дүйсен ағамыз бар, уақытқа қарамай осы контейнерді бізге түсіріп бермекші. Осы контейнерді түсіріп береді. Жалпы күн өте, осы апта күн емес, өте қызу басталды, қызу өтіп жатыр, қызу бітеді деген сенімдеміз. Көліктер өте көп, 5 бірдей автокөлігіміз сатылымда. Автокөліктерді, сатылымдағы автокөліктерді білу үшін төмендегі номерге немесе Алаш Экспорт парақшасына жазсаңыздар болады. YouTube, Instagram, TikTok, кез келген жерде Facebook, Алаш Экспорт деп іздесеңіздер шығатын болады. Жалпы жаман емес. Бұл жерде біздің мобиловер Мико бауырымызға рахмет. Екі сарыағаш алып келгенбіз, екеуі де бітіп қалды. Шөлдеп, қазір терлеп жатырмыз. Тағы алып келеді, Құдай қаласа. Қазір шығарғанда машинаны көрсетем. Вот F30-іміз темный синий цвет и қызыл салонға. Мақсат ағамыздың кабриолет естеріңізде ма? Соның салонындай салон өте керемет жағдайда келген автокөлік. Бізде автокөліктің аккумуляторы өліп жатыр. Капотын аштым, қазір прикөртеді, багажнигін ашып, аккумуляторымыз жалғап оталдыратын боламыз. Жалпы состояниясы валя қой, ляля. Әдейі болып тұр жағдайы. Қандай бір. Артқы салоны, орындығы бәрі өте керемет жағдайда. Қазір осы автокөлікті түсіріп жатырмыз. Бұл 2018 жылғы. Вот, запустили BMW. Орысша сөйлеп кеткенше. BMW-ді оталдырдық, бензині өте аз екен. Жалпы өте керемет жағдайда. Мен қателесіп кетіппін, 34 000 пробег ойлаңыздар. 34 000 пробег. Мына жердегі табанның мынаның жаңағы бетіндегі защитный пленкалардың өзі шешілмеген ғой. Төбесі люк. Осылай бір батырмамен ашып, автоматты түрде екен, бір батырмамен жаба саламыз. Өте керемет жағдайда. Не деймін? Данилға құтты болсын. Мотор четкі жұмыс жасап тұр. Қазір қызсын. Қызғаннан кейін бұлай-бұлай жүріп көрсететін боламын. Все, қазір Palisade'ды түсірген жатырмыз. Мұнан артқы дөңгелектері сол Palisade'дың астында. Қазір артқы дөңгелектерін тағып Palisade'ды шығарамыз, Құдай қаласа. Так, бізде бұл бізде бұлай тұрады екен. Достар, Palisade'ды түсіріп жатырмыз. Мына бетонның салмағы Palisade'ды көтеруге жетпейді. Сондықтан өзім де шықтым. Түсірдік, қазір болды. Енді шығарып Palisade'ның дөңгелектерін тағып и түсетін боламыз. Опа! Так, осы контейнерден біздің екінші автокөлігіміз түсті, Hyundai Palisade автокөлігі. Бұл бізде 2024 жылғы автокөлік.
Бұл Алматыға дейін 12 миллион 500 мың теңгеге келді. Шымкент қаласынан тапсырыспен. Енді көлігіміз жалпы жағдай жаман емес. Қазір көлік түсіріп алсын, капотты ашып, от алдыратын боламыз. Бұл жерде память сиденье көріп тұрғанымыз. Плавающий сиденье, полный электропакет, подогрев, обдув сиденье, керемет подстаканниктарымен. Және осы маған именно осы ортасында консоль бар емес па? Осы автокөліктер ұнайды. Мынау 3 кнопкалы. R, N, D и және P 4 кнопкалы екен, кешірім сұраймын. Артқы салонына келетін болсақ, ай-бай, 6 орындық, 6 кісілік салон. Өте керемет жағдайда. Қара салонда және осындай мокрый асфальт түсінде қара сұр десек те болады. Қазір түсіріп, аккумулятор жалғап от алдырғанды көрсетеміз. Көлігіміз дөңгелектерін тақтық, аккумуляторын тақтық, от алдырдық. Так, бүкіл кнопкалары барлығы жұмыс жасап тұр. Біз міне осылай кондерімізді қосып алайық, әдемілеп отырайық. Қараңыздаршы, мынау маған ерекше ұнайды. Бұл жерде поворотнигін жаққан кезде екінші камералары іске қосылады. Айнамызды ашайық. Айнамыз ашылды. Міне поворотник қосылғанда бізде мына жақта слепой зонаны көрсететін камерасы бар. Өте керемет, ірі автокөлік екен көрініп тұр. Қазір ана кісіге бөгет жасамай артқа шығып кетейік. Так, достар, біздің екінші контейнеріміз ашылып тұр. Қырық екі аша беріңіз аға. Болмасын бәрін шешіп, біріншіден Kia K7, екінші автокөлігіміз Kia K5. Достар, екінші контейнерден бізде Kia K5 автокөлігі түсті. Бұл бізде 2 литр CVL мотормен жабдықталған 100% родной окрасы. Көлігіміз сатылымда осы қалпында 2 миллион 700 мың теңге. Мына 2012 жылғы екен. Автокөлік өте жақсы, плавающий сиденье, электропакет, подогрев руляға дейін бар. Орындықтарды салқындатқыш, жылытқыш, және комплектация бойынша өте жақсы жирный автокөліктердің бірі. 5 ключевой доступтармен жабдықталған. Қызықтырса астында WhatsApp номер қалдырып кеттік, толық ақпарат алсаңыздар болады. Алматы қаласында тұр, Айсоқтада. Сатылымда көлігіміз. Қазақ нөмірге бір жобамен 6-да 7 сондайға түседі ғой. Келесі қазір Mercedes сүреміз. 31 мың километрмен келген. Бізбен бірге болыңыздар. Достар, бүгіндікке ең соңғы көлігіміз бұл бізде Mercedes E-шкі 211 кузовтағы бар болған 31 мың километрмен. Қараңыздар. Ішкі жағдайын қараңыз. Керемет қой барлығы. 2011 ин-код бойынша. Память, плавающий сиденьясы, деревянные савки, сиденьясы. Немецкий сборка таза бізде. Автокөліктің бағасын жазып кететін боламыз. Барлығы сатылымда бізде. Толық ақпарат алу үшін жекемізде шығып, дөңгелектерін тағып, тағы да видеоларды күтетін боласыздар. Келесі видеода осы Mercedes-ің обзорын түсіреміз. Ал мінекей достар, бүгіндегі 4 автокөлігімізді түсіріп біттік. Оның екеуі бізде сатылымда, екеуі арнайы тапсырыспен әкелген болатынбыз. Ең бірінші көлік бізде сатылымдағы автокөлік E-шкі 211 кузовтағы 2011 жылғы автокөлік 3 объемды бензинмен жабдықталған. Дәл осы қалпында 3 миллион 700 мың теңге деп тұрмыз. Себебі пробег бізде бар болғаны 31 мың километрмен. Көлік керемет жағдайда. Келесі бізде тапсырыспен заказ берген Қарағанды қаласынан Данил деген кісі. Бұл бізде F30 кузовтағы 330i автокөлігіміз. 2 турболы мотормен жабдықталған. Алматыға дейін 11 миллион теңге түсті. Үшінші көлік бізде 12-де 5-ке келген Hyundai Palisade әйгілі 3-те 8 мотормен жабдықталған. Бұны Шымкент қаласынан тапсырыс бердік. Және де 4-ші көлігіміз бізде родной окрастағы 2 миллион 700 мың теңге деп тұрмыз бұл автокөлікті. Бұл бізде Kia K5. Көлігіміз сатылымда, келіп көрем десеңіздер де болады. Пробегі 143 мың километр. Достар, осылай тапсырыс берсеңіздер болады. Наличие бізде қазір 5 автокөлігіміз бар. Сіздермен бірге Алаш Эксперт компаниясы. Сенімді серіктеріңіз астында WhatsApp номерді қалдырдым. Біздің парақшама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.